әлемнің бас операторы. Қазақстанда кинооператор болу выгодно ма? Қолданылмайтын нишаны ұстау керек сияқты. $10,000 дейін шығуға болады. Факт. Камера қатты маңызды емес, объектив пен жарық маңызды. Мен жоқ той түсірген жоқ. Негізі мен мамандығым айтайыншы. Той түсіріп жүрген адамдарға мысалы осуждать ете алмайсың ғой. Кредит алып сериал түсірді ма? Кредит алып сериал түсірді. Сенің отказ берген проекттарың болды ма? Осы жақын ғана екі проекттан отказ бердім. Не үшін? Лудомандармен кездесіп бар. Качествосымен төмен камераға түсірген. Мысалы үшін Ари бар, светтер бар, условно жақсы активтар бар да мысалы. Біреудің денсаулығы жарамайды. Қызығушылығы бар, денсаулығы жарамайды. Қазір күшті хайпта жүрген. Ең бірінші оператор Қазақстанның Қастеев қой. Мен бірге Байғазақ подкасты және де біздің бүгінгі шығарылымда Айбек Сатпан бауырым. Қош келдің, Айбек. Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Байғазақ подкасты және де біздің бүгінгі шығарылымда тағы да жұлдызды қонақ, сіздерге белгілі әлемнің күйім атты әнінің бас операторы, жалпы постановщик оператор Айбек Сатпан бауырым. Қош келдің, Айбек. Бастаймыз. Давай сразу на хитовый клипқа кірсейік. Ближе к делу сразу. Енді әр оператордың өзінің бір карьерасында мысалға ататын бір дүние болады. Клиптер түсіріп жүрсін. Енді давай осы әлемнің клибін кім ұсыныс жасады және именно идея қай жақтан болды? Бұл жалпы андай қызықты ситуация болды ол жерде. Мен жаңағы андетем деген передача түсірім, YouTube проект. И сол жерде жаңағы жүргізуші Салма, Батыр мен жаңағы кімді Азамат шақырды, Иіс екеуі келді. Батыр өз өлеңі әлі жарық көрмеген, енді шыққан, в целом жасап шығып, сол андетем бағдарламасына келді. И сол жерде живой исполнять етті өзі. Жолдас бағым бар, Эмир деген. Сол жігіт, мынаны түсірмесек болмайды. Режиссер вроде олай? Ол режиссер, ол негізі андай. Жарайды сөйлесейік, көрейік. Біз ол кезде Танысбала деген Азамат деген жігіт, сол шақырған Батырды. Сол арқылы сөйлестік. Сол кезде Батырдың ең күшті жері, брат, никогда жоқ деп айтпайды. Все, газ кеттік түсірейік деді ғой. Біз кәдімгі қуандық, өте долго дайындалдық. Мен андай мудборд жасадым көп. Өзгерістер колоритпен қалай болады, не болады. То есть ана программаға Батыр өлең айтуға келді. Сол кезде бірінші таныстыңдар ғой, получается. Сол жерде бірінші таныстыңдар да, и дальше оған ұсынысты жаңа Эмир екеуің бірге жасадыңдар. И давай, сонымен бастап кеттіңдер. Сонымен бастап кеттік. Енді тәуекелден тұрады ғой барлық біздің өміріміз есе. Былай қарасақ, кто не рискует, тот не пьет шампанский. Сол сияқты. Мысалы бізде рискқа барып көрдік. Енді отказ берсе де болатын еді Батырға. Бірақ мен өзім творческий проектте жаңағы отношением сондай болды, и мен тегін шығып бердім. То есть сен, яғни саған проекттар келсе, сен оның уже жанрына, сценарийна, жалпы өзіңе по душе ма, по душе емес па қарайсың. По душе болса, почему бы нет? Қолдау көрсетіп, Батырға дейін Азаматты таныдым негізі, естіші. Мен клип түсірген болғанда, соның алдында. И Иіспен таныстым, ол жерде де менде былай задумка бойынша айлана береді. Негізі ол задумка Асхаттан болды. Асхат Баяновтан маған вызов, режиссер. А если мы будем крутить локацию деді. Ол орысша көп сөйлейді Асхат. И мен ойланып қалдым да. Прикольный идея. Неге істемеске деп. Содан кейін керекті мамандарға жүгіндім. Костя Чой деген сияқты мен астына белгілеп кетесің ғой. Кім керек екен. Ол как художник па или? Жоқ, ол Кей-грип дейді. Кей-грип деген жаңа біздің маятникті жасап берген адам ғой. Получается, самый главный грипмен ғой. Конструкция жасайды, олар инженер болады. То есть олар менімен прямой контакт, всегда ақылмен, потому что басында 20 миллиондық камера тұрады, соны құлақ бетпеуіне сол ответственность алады өзіне мойнына. Әлемнің клибында больше сюжетпен ауысқан сияқты. Прям ана бандитский кино, қолмен түсірген тряска, ограбление банка, прям
банктың ішіне художник жасап, мысалы сол жерде идеяны Эмирдің идеясы болып тұр. То есть банкте, потом енді сол қолмен түсіру, жалпы жарық қою, осы жеріне тоқталып өтсек, мысалға қандай камераға түсірілді? Alexa Mini'ға түсірілді. Оптикасы Kuki S4 S4 деген оптика болды. Жалпы жарық қою стилистикасы мен өзім контрастный деген нені жақсы көремін да, стилистиканы ше. То есть темный ключ дейді ғой, мысалы, орысша айтқанда, академический тілмен айтқанда. Сол темный ключті түсірген жақсы көремін, өзіме ұнайды. Контрастный жаңағы, то есть адамның жалпы настроениесін көрсетеді. Вообще в целом сен қараған кезде мысалы состояниені көрсететін нәрсе, сол контрастпен беремін да мен больше всегда. И ол жақта светті особо андай бүйтіп обычныйға келтірмедік, коммерцияға келтірмедік, чисто киношный қылып түсірейікші дедік, потому что кино бәріне ұнайды ғой, жалпы. Енді кино көрмейтін адам жоқ шығар, сол үшін киношныйға жақындатайық деп. Вот сондай ұғым бар ғой өзі. Примерно қанша прибор кетті? Ол жерде примерно бір өтірік айтпасам, бір 15-20 шақты прибор кетті. 15-20 прибор бір клипке? Иә, бір клипке, потому что мен сенің өзіңнен кеп қайсы 60X бар ғой, сондай алдым сен өзіңнен. Біз примерно 10 штук, примерно точно 10 штук біз контровойға қойдық. 60-тықтан. Мәссам, бүкіл жерден жинап алдың ба? Иә, бәрі жерден, осы Алматыда кімде бар, бәріне хабарласып, содан жинап шықтық. Одан кейін самый анау бүйтіп ойнап тұратын свет бар ғой, динамичный свет. Вот сол спотлайтпен 600X-пен қойылды. Ол да 600D вроде, сенен алдым онда. Мен сразу. Ол қалай ойнап тұрғанда сонда көздерің қозғалды отты? Иә, өз қозғалды отты үстінде. Жаңағы менің гайфер тұрды сол жерде. И гайфер полный площадкаға студент қарап тұрды, получается. И өзінен қолын алды жаңағы. Менің жүргеніме пластика камераға қарай, ол сол светті жаңағы оптикаға тигізіп. Ол, по-моему, рөлі бейімнің рөлін ойнады да, иә? Сахналық бейімнің рөлін. Иә. Ішінде сахналық бейімнің рөлін ойнады. Жалпы сондай болды. Одан кейін жаңағы бізде общий B7 деген свет болды, потом Aperture Infinity-барлар. B7 деген лампочкалар бар ғой, соларды. Біз старшерлар қойдық көп, жаңа внутри кадра. И одан кейін 2200 даладан лунный, ночной свет қойылды. Получается, ночты көрсету үшін, бізге түнді көрсету үшін. Соны кішкене холодноватый, көк оттенктағы свет қойылды. И содан кейін жаңағы іште топлайттармен, то есть получается больше рисункқа келетін топлайттармен түсірдік. Эпичурлар болды? Жоқ, ол жерде Godox 600B деген бар. Ол халықта енді Аладдин деп айтады, 120 деп айтады. Осы LED светтің 120 деген 1 метр 20 дейді ғой. Иә, мягкий свет, сонымен қолдандық. Жаңағы сотыймен, чтобы кішкене более-менее направлено болу үшін, фонды жағып жүрмеу үшін, мысалы, слишком пересвет болып кетпеу үшін, информациялар сақтау үшін. То есть, былай қарасақ, для информации бір клипқа как минимум ба, среднем ба 20 прибор қажет болады, иә? Если масштаб, если соған керекті масштаб болса. Бірақ бұл жерде әлемнің өлен атқан жоқ әлі. Особо ешкім ақшаға істеп атқан жоқ. Бәрі за творчество, за креатив деп жатыр. И соның өзінде жарықты, в общем, сен полный технический сен предоставлять еттің. Иә, камера, жарық, барлығы сенен. Иә, былайша енді давай, былай жасайық. Бұл клип по бюджету, как положено, по смете түсірілсе, условно, қанша теңгенің клипі? По смете түсірілетін болса, негізі операторский группаға минимум, менің ойымша 5 миллион кететін еді. Менің ойымша солай 5 күн кететін еді. 2 съемочный день и плюс переработкамен түсірілген клип болды да. То есть операторский деген сөзін өрейін, команданың ғана жұмысы ма, или камера, бәрі ма, свет? Камера бәрі жатады сол. Бізде қандай расход болды, соның бәрі соған кіретін еді. Тек операторский состав, камера, светтермен 5 миллион теңге минимум дейді, сондайға кететін. И біз, маға вызов болды сол. Өзіме де, мысалы, мен қанша уақыт осы сферада келе жатырмын, жаңағы оператор болып, әр позицияны өзгерттім, негізі өзім Жүргеновті бітірдім, оператор-постановщик. И көп позицияларды ауыстырып көрдім. И өзім соңында сол операторскийді тоқтайыншы дедім да, постоянно оператор болып түсіремін. Простой нәрсе коммуникация ғой, адамдармен қарым-қатынасы. Ол жерде сен, получается, өзіңе вызовты как
жаңағыдай оператор ретінде ғана емес, жалпы өзіңнің бір карьераңдағы бір тегін проектқа мысалы бас тартсаң да болар еді. Басқа біреу түсіреді, атар еді мысалы ше. Қазір енді мысалға уже бұл популярность бердік десек болады саған мысалы ше. Өйткені ол клипті қазір қанша болып тұр? Бір 10 миллионнан асты просмотры. 10 миллионнан асты. То есть оны әлемде білмеген шығар, мирде білмеген шығар, сен де білмедің. Дәл сол өлеңмен әлемді мен 100% білемін. Асанәлі деген продюсер мен досым тоже, братан. Бүкіл қаланы аралап, бүкіл выпускнойларды бәрін түгендеп шыққан шығар деп ойлаймын. Бір өлең, мысалы Төреғали Төреәлінің басында біз 2013 жылы бастап жүрген кезде 14-те Бол жанымда деген өлең шыққан. Сол кезде біз выпискасын түсіруге барған кезде айтқан, осы өлең атпағанда мен дәл әншілік тоқтатамын дегенше. Сол секілді әлемнің де осы өлеңі жестко атты. Аллаға шүкір, оның бағыны осы өлең қатты влиять етті деймін. И соның ішінде сендер де былай қарап тұрсақ, часть қой, то есть командалық жұмыс болды. Сен рисковать еттің, жоқ десең де олар еді. Яғни біздің көрерменге түсінетін дүние бұл жерден, яғни творческий проектпен айналыса беру керек, қорықпау керек. То есть ол бүгін сен 0-ге істейсің, ертең сол 0 саған там 5 миллион, 10 миллион әкеледі. В любом случае, ол вообще шектеу қоймау керек. Ол шектеу қойдың болды ғой. Вообще в целом істемей қойсын да болады. То есть тек ақшаға істеймін деп жүре беріп, сен наоборот ақшасыз қалуы мүмкін. Ақшасыз қалуы мүмкін. Мысалы қазір сенде, қазір оған да тоқталамыз, парк техникада Ари бар, Светтер бар, условно жақсы активтар бар да, мысалы. Сол үшін жалпы видеографтар бізде қазір боль артында ешнәрсе жоқ та, условно. Той түсіретін, хоть клип түсіретін, и бізде мен рентал ашқалы бері, например, лудомандармен кездесіп отырық та, енді өте қиын проблема, енді ол әркім басына түспесін, ертеңгі күн не болатынын білмейміз, бірақ Құдай сақтасын, оған ешкім түспесін деген мақсатта осылай Байқазақ подкастын ашып, барынша қаржылық сауаттылыққа, мысалы сенің де жасап жатқаның ол үлкен бір өзіңе пайда да, мысалы қазір камера бар, оның бағасы 100% ешқашан түспейді, көтеріле бермесе, доллар көтерілген сайын. И сол үшін сен жақсы бір қаржылық өзіңде айтып отырсың, распределение жасап жатсың, мен мысалы ол камераны алған кезде де мен байым или пайда әкеледі маған деген ой болған жоқ. Шыны керек. Мен өз атым шығару мақсатында алынған. Ол менің басты капиталым өзіме. Мүмкіндік береді саған. Мүмкіндік береді. Жаңағыдай мысалы әлемге сен клипні Аримен кірдің, өз камерамен кірдің. Камера жоқ болса, уже саған расход болар еді. Расход, либо получается басқа качествосымен төмен камераға түсіремін. Мысалы ше, мен ойымша олай шықпай қалған. Қашан алдың Ариді? Ариді қыста алдым, сол. Қыста алдың? Жаңа әлемнің клипін? Әлемнің клипін алдым ғой, получается мен. Мәссаған. Все, Айбек, енді давай өзіңе жеке тоқталайық. Қай жерден тумасың, осы өнерге қалай келдің, жалпы камераны ұстап, осылай сүйікті ісіңмен айналысуға не себеп болды? Так, өзім Алматы облысы Райымбек ауданынанмын. Нақты келсек, Саржаз деген ауылдан. Осы операторлыққа келу деген мен үшін негізі актер боламын деп ойлағам. Басында 8-ші класста актер боламын деп ойлап жүрем. И уақыт жақындаған сайын әке-шешемді ойлана бастады. И бір актер кісіден сұрады. Болат Қалымбетов деген кісі, негізі режиссер. Рикетирда Абу деген рөлді ойнайды, ана пивнушкада ақша беретін ше. Сол кісі біздің ауылдың әкемнің досы да. Сол кісіден сұрайды, кімге түсірсем болады, актер боламын деп жатыр дейді. Содан кейін операторға түсірсейші, солар аз ғой оператор бізде Қазақстанда деді. И ол 13-ші жылы ғой, 12-ші жылы сұрады, 13-ші жылы мен бірінші колледжға түстім. Сол мамандыққа жақынырақ, потому что колледж болмадан да. И мен таба алмадым да, содан политехнический колледжға түстім. Там радиоэлектроника связь, и сол жерде фотографқа береді. Негізі сол колледжға мен ашқан адамға Алла разы болсын деймін. Біздің де сотрудниктардың 70% сол жақтан. Колледж оқып жүрген кезде менің бөлем Жүргеновке түсті. Содан кейін мен соның бірге сабағына бара бастадым. Ройтман Геннадий Львович деген кісі солардың мастер болды. Түсті, сен сонымен жүрсің? Мен сонымен барамын. Мен колледжді былай тастап кетемін. Академияға барамын да, жаңағы сабағына кіріп, кішкене үйрену үшін. И ол кісі барлық жаңағы азы түсіндіреді, мысалы диафрагма не ол, мысалы глубина резкости деп айтады, выдержка мысалы ше, соның бәрін ISO неге влиять етеді, пленка полностью айтып береді да саған, объектив, строение линз, барлық нәрсені сол жерден үйрендім мен. И сонымен прям окончательно түсем деп сол Ройтманның группасына түстім одан кейін. Былайша айтқанда енді 7 жыл оқыдым десем болады ғой сол неге. Кинокомпозиция, киноосвещение деген сабақ болатын болса, мен
қалмай баруға стараться ететінмін, жаңағы тырысып барып кішкене. Ол 2013-14. Міне ол 2013-14 қазір барып біреумен кіріп кетемін деп жүрмейсің. Сол қай моментте сен түсіндің, то что осы маған ұнайды, осымен мен дальше айналысамын деп. Мен фотошоппен, мен мысалы анау рубашканы бар ғой, өзім сол 9-шы класс оқимын, сол кезде қызығып бастадым. Ол кезде мыльница болды менде. Үйдегі просто мыльница, андай әмбебап бар ғой үйдегі фотоаппарат. Сонымен просто диванды алдым да, штатив қойдым да, өзі кішкентайдай корявый штатив болатын, соған қойып, өзім жатам, бір рет түсем, одан кейін екінші рет рубашканы ғана қоямын да, и фото түсіремін да, андай бүктеп ше. И басым получается слойлармен бүйтіп ақырын анау рубашкамен жалғанып кететін сияқты ше. То есть өз-өзім бүктеп қойған адам сияқты. И солай фото түсіріп көремін, өзім егізім жасаймын. То есть өзім бір түсем, тағы да артқа тұрамын. Сол 2013 12-ші жылдары сен сөйтіп өз-өзіңді раздвоить етіп, сол қазіргі хит болып жатқан эффекттер сол кезде жасап жүріп дейсің ғой. Өзіме ұнады сол кезде. То есть уже адамдардың реакциясынан ше, мысалы мектепте жүрмін, сондай пост саламын, мысалы неге ВК, Mail.ru еді ғой кезде. Соған саламын, сол кезде комментарийлар, қалай істедің деп, күшті деп. Бәрі жақсы положительный отзывтар тастайды. Қуғынбай әкесін андай жасаған деп ше. Сол кезде хит болдым дейсің ғой. Кішігірім хит болдым сонымен. Содан кейін өзіме бақалды сразу оқ деп. И давай дальше неге жалғастырмасқа деп. И соның арқасында деп ойлаймын. Қазіргі жеткен жетістіктерің сол кездегі кішігірім бір фотоаппаратқа деген махаббаттан басталды дейсің ғой. Кішігірім махаббаттан басталды. Оған дейін де видеокамера болады, мен Бэтмен түсіремін деп өз-өзіммен. Вообще кішкентай едім оған дейін ше. Бэтмен қалайсың да? Киносың ба? Типа кино сияқты бір отрывогын ше. Город грехов көремін да, мысалы. И соған неге Бэтмен түсірмеске типа. И сонымен андай мынандай камера бар ғой, VHS бар ғой. Соның экран ашылатын. Соның андай бар ғой, ночной видениесі бар ғой. Кешкісін қосасың, көздерің жылтырап сондай болып тұрады ғой. И сонымен мен крышаға бүйтіп вентилятор қойып үйде жаңағы есік алдында ол кезде андай кішкентай қора болатын, соның үстіне тоқтармен шығарып вентилятор қойып, дос баламның чтобы анау артында плащик ойнап тұрсын деп. Сондай нәрсені істеп көрдім да, и ол кезде особо түсінбедім, монтаж білмеймін ол кезде. Ең басты проблема монтаж білмеймін. Мен келем да жаңағы кассетаны, жаңағы өзінің проводтары болады, аны шығаратын, короче, андай просчет дей ма? Сондай цифровизация жасайтын. Ода кассетный пленканы шығарасың. Жаңағындай. Проявка дейді. Сол проявка жасайтын өзінің тоқтары болды. И мен проявка қоямын, бірақ дальше монтаж жасаймын. Проблема сода болды. И программа іздеймін, авид жарып береді. Старый авид жарады, и мен авидпен вообще қолданамайсың ғой. Кнопка көп, бас істемей тұр ана жерде. Туториал жоқ ол кезде. Жоқтан қасы вообще. И сонымен білейін деймін да, Sony Vegas жазамын, оған бір не керек екен? Ақша керек екен, то есть салу керексің. И сол күй қалып қояды, одан кейін мен актер боламын, қойшы деп тастаймын да, бәріне ренжіп. Содан кейін актер боламын деп кеттім. Содан актер боламын да, одан кейін Болат Қалымбетов айтқаннан кейін қайтадан мысалы. Яғни осы жерде байқасақ, сен сол кезден бастап техникаға жақын болдың. Яғни негізі мен байқаймын, шынымен операторлық адам техникаға жақын болу керек. Оператор равно техника. То есть сен техниканы жақсы көріп, ізденіп, уже сен как бы режиссер или басқа емес, больше оператор болсаң, ол жақсы формула. Техника плюс сенің еңбегің, жаңағы талантың, бұл равно жаңағыдай бір успех десек болады, Должны кадрлар жаңағы түсінетін адамдарды қою керек қой жалпы. Мысалы, менің академиядан шығарылған балалар бәрі білімді. Бірақ олар операторский бүйтіп алып кеткен жоқ. Мысалы, жартысы вообще айланыспайды мен. Неге сондай адамдарға күшті условияда, мысалы, мұғалім болып тұрғызбасқа? Колледждарға, мысалы. То есть сен бос емессің, реально вот проекттерде жүрсің. Ал тура сен сияқты білімді алған тағы бір бала бар. Менен де асып кеткен, білімі менен де асып кеткен. Менің өзім группасым бар, лично. Теоретик десек болады да. Сен практиксың, ол теоретик. Ол өте мықты теоретик. Сен қазір реально нарыққа бір шешім беріп отырсың. Өйткені реально кім камераны оқып алып, но қолына камера алып ұстап жүргісі келмейді, ол барысында сол білімді таратсын. Ал кім камера алып кетті, ол дальше кетеді. Сөйтіп екіге бөлсек те болады да, мысалы нарықтағы оқыған балдарды. Біреудің денсаулығы жарамайды, қызығушылығы бар, денсаулығы жарамайды. Мысалы, условно белі ауырады, грыжа бар да, и ауыр камера ұстай алмайды, мысалы. Камерамен жалдау үшін ақша керек. Мысалы, ол өз аты шықпаған, ол үшін камерамен жалдау керек та, мысалы. Соңғы қазір күшті хайпта жүрген жаңағы мен өз группасын түсірген Мирлан деген жігіт, өте күшті түсірді. Қайтадан деген фильм түсірді.
мен кәдімгідей горжусь, то что мен сондай адамдармен оқығанмын. Адам танисың, оқыдың. Иә, оқыдым. Группалас прям. Мен группаласым. Жүргенде. Колледждан бері группаласым. Колледжден бері оқыдың. Колледждан мен ол колледжда жоқ мен дальше оқымаймын деп, жалғастырмаймын деп айтқан кезде мен айтқам оған, жүрсе екеуміз бірге түсейік, қызық болады деп. Күшті ғой академияда оқығандан. То есть колледжден кейін ол болды деді. Иә, ол болды деді. Ол кезде ол матрас сататын. Ол өзде признавать етеді, андай матрас бар ғой, ортопедический матрас сататын. Өзінен дәу қылып соны іліп алады. Ауыр анау күндіз кешке соны тасиды. И сондай жұмыс істеп жүрді. Мен оған айттым, саған кайф болса жұмыс істеймін ғой. Жоқ дейді, не істеймін дейді. Жұмыс осылай дейді. Мен айтамын, давай операторскийге түс оқы бірге. Давай бірге істейік деймін ғой. Қазақстанда мен прям жарайық десем, ол кәдімгідей от алды адам прям давай көрейін деп. То есть сен былайша келген кезде Мирланның бір кәсіби оператор ретіндегі жолын бір ашып совет бердің. Совет бердім. Иә, күшті. Яғни қасыңызда бауырларыңыз жүрсе, совет беруден қорықпау керек. Мен де сөйтіп жан-жағыма совет таратып жүрем. Но егер ол совет сенің жағдайында жасалыпты, жасалмаса тоже қиын. Қазақстанда кинооператор болу выгодно ма? В любом случае выгодно, брат. Өйткені сен көп бір нәрсемен шектелмейсің, сен условно сен көп проекттер ала берсең болады. Мысалы бірінен соң бір қоя берсең болады. Сен шектеу всегда баста ғой. Мен ойымша орташа Мирландікі ғана демейік, орташа есеппен бір полнометражный фильмға вот самый 3 миллион беретін сияқты. Постоянно мен еститім сол да. Мысалы мен таныстарыма да солай. Мысалы Сәтбекте басында фильм отқан кезде жаңа күні кеше звондап отыр, брат, сенен совет сұрайын деп едім. Не істеймін, камера алайын ба, мысалы, аяқта камера шығып тұр, Алекса, либо Вени салайын ба деп. И мен сразу прямой сұрақ қойдым да, мысалы, саған не үшін камера дедім, ақша табу үшін деді. И мен айтам, сен, мысалы, мен алған кезде мен ақша табам деп алған жоқ. Мен прямой целім өз атым шығару дедім. Сен өз активіңді өзің ұстамасайшы деймін да, мысалы. Сен ренталдан ала саласың, сен имияң бар онда деймін. Жеп түсінді кеше. Прям мощно жауап беріпсің ше, активіңді ұстама деп ше. Мысалы біздің подкасттың басты мақсаты да сол, жаңа айтып отырмын ғой, қаржылық сауаттылық. Өйткені боль да, реально көп адамның болі ақша табу Қазақстанда қазаққа проблема емес. Иә. Ақшаны сақтау, жұмсау, вот действительно проблема да. Жаңа сен айтып отырсың, жаңа бауырыңа совет бердің. Мысалы сен болсаң қалай істер едің? Мысалы сен өзің айтып отырсың, камераны ат шығару үшін алдың. Енді оның жағдайында сен нақты активті ұстама деген сөзің қалай мағынасы? Жалпы мен ойымша бір қолданылмайтын нишаны ұстау керек сияқты, брат. Бір потому что бізде профессионалдар аз ғой, брат. Мысалы свет қоятын, андай шоу свет қоятын Алекс шоу дейді мысалы. Грип дейді, Костя Чой, мысалы, қазір Иса өзі дінді қабылдады ол. DIT Эльдар. DIT деген жаңағы плейбектерді қосып береді, мониторлар, полный неге қарайды, площадкадағы. Сондай бір нишаны ұстау. Потому что ондай адамдар аз ғой. Мысалы, мен саған 3 адамды айттым, одан артық адам айта алмаймын мен, потому танымаймын. Узкийді алып алған байқайсың ба басқа ұлт өкілдері осылай узкий нишаға кіреді. Мысалы, бізде де байқаймын мен ремонт техниканың. Қазақ білесің ба? Жоқ, вообще білмеймін. Мен бір қазақ білем, бір дрон жөндейтін, но и то ол параллельно айналысады да. Но серьезно айналысатын кісілердің барлығы басқа ұлт өкілдері. Осы жерде шынымен бір сен айтып отқанда бір голубой океанға кіру керек дейсің ғой. Иә, в любом случае мен кімге Сәтбекке сондай айттым. Почему сен диетишник бір адамды диетишник үйретіп өзіңе ыңғайлы и соны қалдырып қоймайсың мысалы. И сенің де ақшаң жүріп отырады. Иә, сондай бейімделген адамдар бар. Изначально цельмен келеді, мен ақша табамын дейтіндер, олар жаңағы технический директор мысалы. Техника сатып алады, сөйтіп жұмыс істейді да. А есть творческий адамдар мысалы, Сәтбек сияқты ше. Ол түсіргенде брат прям ол еще Сәтбек өзі художник қой негізі, кішкентай кезінен сурет күшті салады ол. Сол нәрселер байланыстырамын да, и мен ойлаймын да, ол тек қана оператор болуға тиісті да. Мысалы, ол талант бар. Талант деген ұрып тұр ода. Камера маңызды ма, әлде жарық маңызды ма? Камера қатты маңызды емес, объективпен жарық маңызды. Объективпен жарық маңызды, иә. Крайний нелерде, жұмыстарда, мен мысалы өзім Ниши деген объектив бар, Ниши ма? Ниши Атена дейді ғой. Сол әркім әртүрлі айтады. Сол объективім бар, и мен мысалы сонымен түсіріп жүрдім да, дальше түсіре бермей болатын еді. Мен келе жатқан проектке мен Ари Ультра Прайм аламын деп тұрмын мысалы. Потому что объектив прямое влияние картинкаға ше. Искажение, аберрация көп қой брат андай. То есть контрастқа да кішкене көп. Грязный, не грязный, шум, не шум. Резкий, софтовый мысалы, әртүрлі объективтер бар. Бір камераға 100 түрлі объектив салсаң, 100 түрлі картинка шығады, иә. Ең бастысы біліміңді, сауатыңды ашу свет жағынан.
То есть сен қалай свет қоясың, неге жауап береді, мысалы ол состояние всегда береді. Мысалы анау список Шиндлера деген фильмде бар. Еркекке жаңағы постоянно андай угроза болса света тень ровный беріп тастайды. Мысалы жынданып тұрған моментін. И сондайлар көп та. Примерлар ше. И сондай киноларды көріп, адам өз сауатын жетілдіріп тастаса светпен. Ең басты объектив күшті болса, свет объективтар ше, ол ертең жемісін көреді в любом случае, потому что адамға важный нәрсесін береді ол, размывать етіп фонды, құрдан размывать етпейді ол, чтобы информативно сен адамның көзі осыда қалсын деген сияқты ше. Деркін сол үшін дақын сашып ше, өз несіне. Көп кино көріп, мысалы сен той түсір, хоть клип түсір, кино түсір, дальше шектетпеу керек та өзіңді. Мысалы көп кинолар көріп, вообще Голливудта қалай түсіреді, не істейді. Мен жоқ той түсірген жоқ. Той түсірмен эксклюзив. Бірінші той түсірмеген оператор де. Қазақстанда азау ондай операторлар. Ройтманнан бөлек Ринат Қадырович деген мастер бар, Қосай. Иә, білем. Қазақ фильмі тұрады. Жаңағы қазақ фильмді склады, бірақ академияда үйретеді. Сол кісі бір сөзі бар да, білмеймін, просто истинный киношник, мысалы, той түсіріп, видениесін кетірмеу керек дейді. Мысалы, просто мысалы, сені с нуля создают же, имеется в виду, сенің операторствоңды. Сен қалайды ғой үшін. Сені полный қалайды фундаментін қояды, сол кезде фундаментқа сол сөзді основа ретінде қолданады, чтобы ертең адам видениесін өзгертпесін деп. Потому что ол өз группасын, даже бізде академияда андай концерт бірдеңе болған кезде түсіртуге жермейді. То есть ол кісілер айтады, чтобы бұл жерде тек қана видение емес, бұл жерде кіріп кетуі де мүмкін ғой. Иә, мысалы, қаншама бар шығар балалар, которые оқып жүріп, мысалы, енді аз екеңдер бір исключение шығар, которые дальше уже киномен кетіп қалды. Но көп шығар, то что, мысалы, мен өзімді де айта аламын. Бұрында мен негізі үлкен IT компания ашқанмын. Жаңа қазіргі Муфтият деген сайт бар ғой. Соны мысалы мен өзім полный дизайн, полный біз жасағанбыз ше. Оны айта берейін бе қазір. Негізі мен мамандығым айтишник. Бір моментте осылай жаңа партнерлармен кездесіп қалып, бір видео түсіріп кеттік та, выписканы бастап. И сол кезде бір білмеймін, қателік па, дұрыс па, енді бір Алланың қолында ғой. Но миллионға сайт алып алғанбыз. Яқта 15 мыңға той түсіріп жоқ қой. Ана сайт андай да, қиын да, но мен құдай беріп тұр да, я справляюсь ше. Но анау қызық, кайф, там ақшаңды сразу аласың 15 мың, қолында жүр 15 мың. А сайттық там 5 траншпен бөлініп келеді. Еще қиын жұмыс ше. Жеңіл ақшаға кіріп кетпеңдер дегенде бір сөз бар сияқты ғой бұл жерде ше. Бұны астарында сондай жатқан сияқты, потому что жаңа зона комфорта дейді ғой. Соған тез үйренеді адам. Комфортын жүрге тез үйренеді. Мысалы ақша тез алады. И достатке жүр, өзіне жетеді, болды. Сол нәрсемен постоянно жүре береді. Той түсіріп жүрген адамдарға, мысалы, осуждать ете алмайсың ғой, брат. Ол да рынок, брат. Ол да рынок. Ол үлкен номер один рынок қой. Ең басында Қазақстанда содан бастап отыр ғой. Мысалы, жалпы ше той көп. И той түсіретін адамдар керек, естелік керек. Мысалы, и в любом случае ол түсіріледі. И сол адамдар просто өз-өздеріне шектеу қоймай, дальше двигаться. Дальше больше кетсем болады. Мысалы, ол возможность ғой, брат. Сәтбек Love Story түсірген. И мен Арман Қожатай деген режиссер танисың ба, там наемщики деген сериал түсірген. Чисто Love Story түсіретін дейді. Айтады, менде ақша дофига дейді. Мен ақшаны просто вот шашып жүрмін дейді. Ақша көп дейді. Мен бір айға бүйтіп 30 күн толып қалады дейді просто. Мен демалуға уақыт таппаймын. Түсіремін да, монтаж жасаймын сондай дейді. И уже монтажер ала бастадым дейді. Біреуге лақтырамын дейді. Уже оған заказ. Вакансове өзіне сұрақ қойыпты. Мен өмір бойы осыны түсіре алмаймын ғой деп. Ертең мысалы 40-тан асқаннан кейін не істеймін деп, Love Story түсіріп жүре алмаймын ғой деп, ол тоқтап қалса ше деп кәдімгі сұрақтар қойған өзіне. И содан кейін решил для себя, мен тәуекел ретінде кредитқа наемщикидің бірінші сериясын түсірді ғой. Кредит алып сериал түсірді ма? Кредит алып сериал түсірді. Болмаған әңгіме, айтылмаған әңгіме. Ол өмірі режиссер болып көрмеген, бірақ сол сценарийға қатты сеніп, ол еще аттығын, мысалы Нышанбек ойнайды ол жерде. Нышанбекке сценарий жібереді, өзі тоже жарайды, сен ақшаңа келісіп берейін, материал күшті деп. Кәдімгі от души ойнап берді Нышанбек. Мен ол жерде как второй оператор, гафер ретінде жүрдім ол проектте. И прям содан атты ол. Арман өз-өзін тапты. Менде де негізі солай болды ғой, басында мен банкет бір 2 рет па 3 рет па түсіргем. То есть түсіріп көрем да, и болмайды деймін да, маған болмайды. И сол кезде Love Story түсіріп бастаймын. И тоже тойды бірақ бір нәрсе істеу керек, SD деген формат бар да, сразу түсіріп не алатын. И маған тез нәтиже қызық болды да. И сөйтіп алғашқы бір SD түсіргендердің бірі болып тұрмын ғой, мен 2013-те, 14-те. И сөйтіп негізі вызып тастай берсең өзіңе жаңа айтқандай кете береді. Мысалы сен брат, сен видениең мысалы
қазір күшті ғой. Мысалы сен баяғыда түсірген кезде мен лав сториларынан көретінмін, мен сен честно, сен мені танымайсың, мен сені танимын. Прикинь, киношникпен аяқты сен жаңағы лав стори түсіресің, бірақ мен сені танимын. И маған ұнайды сен түсірген, прикинь. Қойшы. Андай қараймын да, прям күшті түсіреді ғой деп, андай. Мен всегда андай бір адам жамандау. Как она есть айтамын дейсің. Как она есть, прям өзімен ұнайды болды. Солай болып қалады. И сөйтіп жүріп сен уже андай өсе бастадың, сен мысалы қазір мынандай жағдайға жеттің, Аллаға шүкір, брат. Рентлың бар, мысалы Астана бір қалада емес, екі қалада, мысалы. Магазин. Менен келіп жатқан жоқ, брат. Алдында сол үлкен қайшылыққа барып келіп, сол жақта жаңағы Қалыбек ұстазбен болып бір сұрақ қойдым да өзіме, қоғамға қалай пайдам тигізе аламын деп ше. И осы подкасттың басты мақсаты, мен де өзім көп подкаст көремін да. И ол подкастты түсіретін, түскен адамдарға ризамын ше. Өйткені бір әңгіме мен қазір не дейді, энергия алатыным, мысалы біреудің практикасын, опытын аламын ғой мен. Мысалы сен айтып беріп отырсың, бұл еш жерде жоқ мәлімет та. Ешқандай кітап, ешқандай сабақ үйрете алмайды. Сенің 4 жылдық еңбегін сен бір подкаст айтып бересің да, грубо говоря. И бір адам болсын, жас бала көрсе, мен реально мен подкасттардан реально энергия аламын. Значит, Құдай қаласа осы подкасттан да энергия алса, все, саған да маған да сауап. И қоғамға такой бесплатный пайдамыз тиіп жатыр, но ол ертең біздің кәсіптерімізге үлкен пайда етеді. Сенің отказ берген проекттарың болды ма? Осы жақын ғана 2 проекттен отказ бердім. Не үшін? Бірінші проектте просто андай бюджет жоқ дейді да, бірақ полный метр түсіреміз деді. Бірінші денсаулыққа байланысты, екінші бюджет жоқ деген нәрсе во вред проекту да болуы мүмкін да. Просто мен түсірем, әңгіме жоқ, бәрі нормально болады. Но кейбір нәрселерде біз если не угадаем, мысалы художка деген нәрсе, мысалы звук, көп қой, кино деген ол бүйтіп бірлесе істеген іс қой негізі. Ол бір адамның нереально ол бір адам істеу деген. Ол режиссерің бір бөлек, операторың, звукорежиссер, художник, там грим, костюм. И сол нәрсеге во вред тие ма деп ойладым мен. Потом бірінші ойым сол болды. Екінші проект ол датамен сәйкес келмеді, содан бірақ қызықты болып тұрды. Негізі қозғап келісуге болатын еді, просто мен фокусымды бір проектке қойыншы дедім. Қазір түсірейін деп отырмын, бұйыртса Аноним деген сериал. Названиесі қызықтырды мені. Жаңа Арман Қожабек. Не туралы сонда? Вкратце айтайын, ол просто бір жас баланың жаңағы группа создавать етіп, сол жерге адамның жаңағы пара алған, анау мектептегі оқиғалардың бәрін сол жаққа жібереді. Кім-кімді ұрып жатыр, кім-кімнен бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр деген сондай лас әңгімелердің бәрін тасиды. То есть Арманның уже наемщики мен көрдім, мықты. Режиссерский жұмыс, операторский бәрі. Но көрініп тұр, аз бюджетпен жоқтан бара салған. Көрініп тұр, прям кайф. Бірақ актерский алып шыққан бір локацияда түсіргенсің де там. Ол кезде сенде явно камера жоқ шығар. Камера бар, Blackmagic 6 Pro и ана байонетін біз өзгерткенбіз, Wooden камера деген. PL-ға өзгеріп киношный объектив салам деп ше. Потому что мен упорды объективке қойып отырмын. Ол жерде не объектив? Ол жерде Red Zoom деген. Red One-ның зум объективтер бар. Первый Red бар ғой. Соның зум объективі бар 18-50 деген. Қателеспесем f2.8 типа 2.8 диафрагмаспен. Маған өте қызықты болды, потому что киношный объективқа мен жұмыс істеп, размытиясы бөлек оның, глубинасы бөлек, ход, мстрихани бәрі ғой. Проектте болса, сен камераны сәл бюджетін одан қысып, лучше объектив ал. То есть там Ари условно 200 мың тұрса, Pocket там 50 мың тұрса, лучше давай там 50 мыңға киношный объектив ала салайық дейсің ғой. То есть в сторону объектива дауыс бересің. В любом случае. Мысалы қазақтар действительно камера алып алып лав стори түсіріп кете бермей, бір узкий нишаны ойласып, сол условно мысалы қазір камера аласың енді, ладно, бірақ камерасыз да түсіретіндер бар, просто лав сториға входы 0 бизнесті іздейді деймін қазақтар ше, в основном ше. 0 бизнес, но при этом айына миллион табу керексің. Айына миллион, еще конкуренция миллион. Мысалы біз баяғыда 13-14-те білесің ғой, лав сториді мен бастағанда бір продакшннан 2-3 продакшн бар еді, и біз сол кезде сюжетный лав сториді 350-400 мыңға түсіретін едік ше. Мысалы қазір мен вообще түсірмеймін, но арасында түсіремін.
менің компаниям тоже сюжетті 300-400 мыңға түсіреді. Но курс доллара 2013-те условно білмеймін 200 теңге болған, 250 теңге болды. 2013-те 250, қазір 550 теңге ғой. 280 и 550 разница. Еңбек сол да. И мен сол үшін осы подкаст барынша жаныма жейді да, балдарға ше, давай бағаны көтерейік, давай сендер, мысалы кеше Атқами YouTube туралы айтты да, адамдар ютубпен де ақша табыңдар деп отырмын да. Ютубпен тапсаң доллармен табасың да ақшаны ше. Сол үшін целом международный проектқа уже біздің тырмысатын уақытымыз келген сияқты ше, уже ақшамызды доллармен табуға бір әрекет жасау керек сияқты где-то. Условно ше, мысалы. Енді осы жерде сұрақ туындайды, сенде қазір свет бар, камера бар, рентл бар. То есть ол рентлдың системасы қалай сонда, типа мысалы біздің рентл сияқты бір жерде ашып қойып входящий поток күтіп отырасыңдар ма, или только киношный адамдарға беріле ма, узкий кругқа беріле ма? Узкий кругқа берілетін такой сарафанный радиомен бір-бірімізге типа таныс адамдарға беру ғой. То есть условно көмектесу солай. И солай өзіме де көмек алу. Ну қазір ол саған как бы потокқа қойып қойған жоқсың, ол как мүмкіндік ретінде тұр жаңа айтқандай. Мүмкіндік где-то там анаумен келісесің, біреуге техниканы бересің, ну бартермен келісесіңдер и получается уже. Мысалы брат, материалы күшті, жаңа бюджет аз проекттер бар ғой. Сол жерде мысалы бос болсам, мен вообще сол ақшаға, мысалы азын-аулақ ақшасына кіріп, сол Алексамен уже техника өзіңдікі, где-то сен 50% скидка бере аласың, 70% скидка. Продюсерсің ғой енді, жалпы қарап отырсаң, сен мысалы полный операторский группаны жауып отырсың. Ол қазіргі техника бір кино түсіруге жете ма? Историясына қарай жетеді. Жеңіл историялар. Яғни менің ойымша жарықтың жетеді-жетпейді дегені массовый сценаларға байланысты. Екі адам бар узкий, который фестивальдарға жібереді. Енді сенің ойынша как оператор, олардың мақсаты қандай сонда? Жаңа әр қазақ патриот қой, сол үшін Қазақстанды көрсету ретінде мақсатында сияқты. Қай жағынан болса да ең бастысы, то есть көрсету. Енді жақсы жағынан стараться етесің ғой. То есть олар кино арқылы Қазақстанның бір атын шығару. Бар екен. Кішігірім болса да бір өздерінде бір доля мақсат бар сондай. То есть ақша таппаса да. Ол фестивальныларға қаражат қайдан алынады сонда? Частный инвесторлар, возможно. То есть инвестор болуы мүмкін. Инвесторлар, потому что и бір ғана емес, инвесторлар уже прям көпшілікті адамдар болуы мүмкін. Әркімге қалай заинтересованность қой. Мысалы, сен киномен, авторский киномен қызығасың, бар ғой сондай бай адам авторский киномен қызығады. Неужели 20 миллион қазақтың ішінде біреу ондай жоқ? Мысалы, үлкен кісі, мысалы, үлкен ағашқа өз кезінде движениесін жасады, и ақшасы көп. Возможно, тағы сондай адамдар поддерживать етеді. По-любому бұл әлем мысли материальный, сен сияқты ойлап жүрген біреу бар, бірдеңке қосылады, сен жалғыз емессің дейсің ғой. В любом случае ол бекер емес қой, любой нәрсе істелінген, мысалы оның келген пути, мысалы мына жақтан ондай ағаш пайда болғаны бәрі бекер емес, бәрі бір нәрсеге келеді. Мақсат болса, в общем, шешім табылады, жол табылады, қалай болсын ол болады, мысалы. Енді осы жерде қалай ойлайсың, бізде Қазақстанда режиссер көп па, оператор көп па? Оператор көп, режиссер. Мен почему-то наоборот ойлап жүрмін, режиссер көп. Ну давай киношный деп ойлайық. Киношный ма? Киношный режиссер көп сияқты, да? Киношный режиссер көп, Ну, тепе-тең сияқты, как будто бы. Потому что именитый операторлардан мен кім танимын Қазақстаннан. Ең бірінші орында менде Азеке тұр. Мысалы, Азамат Талғат. Потом одан кейін Еркінбек Петралиев, Қанатжан, Бағдат, кете береді, сөйтіп Шерхан. Вот мен де соларды танимын. Сонда санаулы. Өзі айналып жүрген бір 6-7 оператор бар. Бағдаттың да кіргені былтыр ғана ғой, полный метрға 2 жыл бұрын ше. Условно. Сонда қарап отырса ертең құдай сен кіресің. Сен кіресің. Сонда бір общий оң ғой, край. 20 дейікші. Край. Менің ойымша енді Қазақстанда қазір даже Tiger Films'ті алатын болсақ, условно бір жылда 50 кино түсірді. Енді сонда 50 кинода менің ойымша 50 болмаса да бір 30 режиссер бар. Ал оператор сол 10. Одан көбейіп кеткен жоқ. Значит, былай математикаға салсақ, ана 30 операторға, 30 режиссерға 10 оператор келеді да. И бұның жалпы проблемасы неде? Оператор болып баю қиын ба? Жалпы режиссер болып жаңа ақша табу жолы тез ба? Или оператор болып? И осы жерде ойым
кинодан мысалға кеше кино кассовый мысалы миллиард жинады. Енді құдай қаласа Дархан ағамызбен сол кезде сұраймыз бұл сұрақты, жеке құдай қаласа подкаст болады. И жалпы операторда доляға кіре ала ма кино түсірген кезде? Менің ойымша продюсермен бірге режиссерлар да кіреді кейде, долевой атса там процент аламыз дегенде. Солай операторда да кіргізе ма или жоқ сен қоя тұр дей ма? Жоқ, кіреді. Неге? Потому что жаным ты не поверишь, солай түсірілді емес? Жалғыз кино. Мен білетін жалғыз. Ол жерде Азекең өзі жаңа арт дейлер деп как сообщество ашты да, сонымен. Но басқа мен оператор долевойға кірген кино, білмеймін. Не сода не себеп мысалы? Брат, енді возможно оператор деп, мысалы сенімсіздіктің несі ғой, бізде қорғайтын заң жоқ қой мысалы. То есть договордың да күші келмеуі мүмкін. Мен ойымша сол режиссерлар өзіне сенімді болғаннан кейін. Мысалы мен Дарханнан вообще лептасын көремін ғой кинода. Өте уверенно түсіреді, брат. То есть андай неуверенность жоқ қой. Бәсең ракета ақша жинап отыр ғой. Ол потому что операторды былай ауыстыра береді, то есть көреді. Даже оның стилистикасы одан өзгермейді. Видишь, лептасы содан да. Шынымен, бүкіл почерк бар, бәрі четко. Мизансценасы бәрі сол от режиссер екен көрініп тұрады да. Оператор ол профессионально өзінің жұмысын істеп береді всегда сол жерде. И ашыла ма то ли сол Дарханға барған сайын операторлар күшті болып кетеді ондай. То есть Қазақстанда жалпы қазір көрермен пока сценариймен бағалайды десек. Точно ғой? То есть сен қазір бір жас мобилограф түсіріп кетсін, условно Азекең түсіріп кетсін, көрермен оған бүйтіп деп бүйтіп қарап не қылмайтын сияқты, по-моему, мән бермейтін сияқты. Если қайтадан сияқты масштаб көрсетсе, имеется в виду масштаб болғанда жаңағындай глобальный нәрсені көрсетсе, жаңағы су ағады, үйлер кетеді, мысалы, как будто ақша көп кеткен сияқты деп олар уже ойлай бастайды да. Ананы түсіру деген. Соң, вообще давай осы жерде қалай ойлайсың? Қайтаданның бюджеті пример сен білесің ғой Мирланды? Жоқ, мен Мирланмен ол жай сөйлескен. Пример 100 миллион деп ойлаймын мен. Мен тоже самое. Край өте мықты продюсерский шақ қой деген же. Катастрофа ана жерде даже художник ана неге қойған ғой, столға қойып су жіберген ғой. Мен оны байқаймын. То есть көрерменді жалпы Қазақстанда пока прям супер 20-30 прибормен түсірмесең де главный сценариймен алып шығуға болады киноны. И осы жерде сұрақ, қашан құдай қаласа өзің? Қашан жоспарлап отырсың бұйырса полный метр? Енді оны жоспарлай алмаймын, если честно. Но жақын уақытта деп ойлап жүрмін. Потому что мен қазір шоурилымды аяқтап қалдым. Анау бітпейтін шоурилдар ғой операторлардың. Менде де бар ол. Жоқ, 10 жыл болған әлі бітпеген. Реально аяқтап қалдым. Потому что мен крайний проектім күтіп отырмын. Кешуға клип түсіргенмін, соны прямо ол енді мен ойымша как будто бы өте күшті клип шығады деген ойдамын. Енді давай осы жерде сұрақ, условно сен сияқты или сен сияқты болғысы келетін операторлар бар. По-любому. Енді солар, мысалы, полный метрға өз-өзін ұсына ма? Қалай? Сенің келесі шағын қандай? Мысалы, сен айтып отырсың ғой, оны нақты айта алмаймын. Но сенде әрекет болады ғой. Қандай шақтар болады? Жаңа шоурил бірінші шаг. Шоурилмен сол продюсерларға өзімді предлагать ету. То есть продюсерларға жібересің шоуриларыңды. Өзімді сату мақсатында сол шоурил жіберемін. Болды. То есть мен упорды соған қойып тұрмын, то что мен білімім жетеді, жетпейді емес. Просто мен жалпы не кричащий оператор, мен тихий оператор. То есть гибкий, тихий просто болды. То есть мен андай не могу жаңағы телефонмен былай влог жүргізе алмаймын. Ол қиын, мен үшін өте қиын. Мен мына жаққа келудің өзі мен үшін жақ болды. Мен кәдімгі ойланып 2 сағат күттік. Сендер күтіп андай іште кәдімгі. Сол примерно басқа жұмыстардан емес сол келейін ба келмейін ба деген. Мен де кеше енді бір досымыз бар, бауырымыз, ол да тоже өйстіп не қылып едім, деп қашып жүр ғой. Бірақ мен айтамын да, сол басты посыл сол сауап алу. Қазір бір бала сені көріп реально ашылып жаңағыдай оқып жетістікке жетіп кетсе, уже бізге де тамшылап тұрады деген әңгіме. Жоқ, жалпы енді вообще көзін ашуы жастардың ше, мен мақсатым да сол да. Мысалы, просто бізде Қазақстанда жалпы білімді балалар көбейсе екен деген. Мысалы, андай алданып қалатын, бүйтіп қалатын жігіттер болмай қойса екен деген сияқты. Жаңағы лудаман, ойынға, ішетін, бүйтетін, уақытша ләззатқа бой беріп кетпей,
сондай адамдар болмай қойса екен деймін, потому что мен өзім қыз тәрбиелеп отқан адаммын, мен бала деген үшін жаңағы қандай шайтан түрткі болатынын білмеймін адамдарға ше, мысалы жаңағы сол нәрсе жүрегімде всегда да баланың несі тәрбиесі. Мен баламды бүйтіп далаға ойнап жіберіп отыра алмаймын да, просто сол қорқыныш всегда тұрады жүрегімде ше. Какой-то наркоман, какой-то алқаш, білмеймін. И сол үшін ол ең бастысы жаңағы балалардан басталатын сияқты да. Сол менің арманым, то что Қазақстанда больше сол білімді Дубайдағыдай болса. Иә, Дубайдағыдай мен қорықпай баламды жіберіп болды, все. Енді осы жерде бір өзің жалпы бір формулалар айтып жіберсең, мысалы оператор болу үшін қандай қабілет керек, қандай нәрсеге деген бейімділік керек, соны біздікі бір жас бір көріп отырса, и мен болайын ба оператор, болмайын ба деп жаңа сен достарың сияқты сен қаншама адамға совет беріпсің. Сол жалпы өзіңде қандай қасиеттер іздеген дұрыс, чтобы оператор болам міне деп кету үшін? Мен ойымша творческий мышление ғой ең бастысы, андай вообще художественно ойлау в целом. Адам өз-өзіне если таңдап тұрса, жүрегі осыны қалап тұрса, тоқтамай осыны істей берсе, жаңағы формуласы просто өз-өзімен жұмыс жасау ғой ең бастысы. То есть жалқауланбай фотоға түсіру, мысалы айтады репортаж, любой нәрсе сенің көзіңе мысалы көмегін тигізеді септігін. Потому что сен қолында свет болмаса, сен просто фотомен күндіз кешке дейін түсірші. Просто күндіз кешке дейін нужный момент сен бір фото түсіресің. То есть 100 фотодан біреу сенде рабочий болады. В любом случае, мысалы, баяғыда түсіретінбіз біз андай силуэт деген ше, мысалы, просто барып поляға барып түсіре бермейсің ғой, силуэт ше, адам қоқып силуэт екен деп. Оның какой-то бір движение бергің келеді, мысалы, бір адам зонтикпен түсіп барады да, мысалы, неге лестницаға зонтикпен түсіп бар, күннен қорғанып да зонтикпен. И сондай бір фотом болған баяғыда. Зонтикпен түсіп келе жатыр, и артынан поток света көп болып тұр да, неге подземный переходқа. И мен сол жерде басқа басынан тұрып түсіремін ғой, длиннофокусный объективқа. И сондай силуэттарды, мысалы, просто күнмен ғой шығарған. Сондай нәрселерді істей берсе, адам деген жатпай ше, ол в любом случае оператор болады. Мысалы, шектеу қоймаса, формула, ең басты формула шектеу қоймау өз-өзіне деген. И всегда, мысалы, білімді адамдардан сұрау да, мысалы, білімі жетіп тұрған адамдардан. Мен, мысалы, аз адам барып сұрай аламын. Аз екеп көмектесіп жібересің. То есть эго қосып жібермей, намыстанбай сұрау керек. Намыстанбай сұрай беру керек. Мысалы, любой адам қолынан келгенше көмектескісі келеді. Соған деген жол салу. Просто мен киношник боламын, кино түсіремін, полнометражный кино, 2 жылдан кейін түсіремін десең түсіресің сен. Дегенге жетесің. В любом случае, тегін түсірсең де сен тарихқа атын қалдырасың. Перебирать ете беру керек. Возможность кеп тұр, мүмкіндігің кеп тұр, кішігірім жаңағыдай түсіре беру керек барынша, иә? Да, барынша түсіре беру керек. Любой нәрсе опыт. Мен лозунгым сол ғой. Как оператор, постановщик ретінде бір 3 кино айтсаң, который обязательно оператор боламын дейтіндер көру керек. 3 кино. Вот крайне көргенім өте күшті ләззат алдым. Формула-1. Келесі фильм, мен өзім детективный жанр жақсы көремін. Финчердің фильмдары, мен лучше режиссермен айтайыншы. Финчердің фильмдары и Гай Ричидің фильмдары. Вот Формула-1 и дальше вот 2 режиссердің барлық фильмдарын көріп шықса. Қазіргі уақытта жалпы Қазақстанда айтып отырық қой, жаңа бір 3-4 қана өнер ортасы бар. Край 5. Значит, олсызда практикамен, насмотренностьпен оператор бола ма? Болады, конечно. Болады, реально. Суретші болып та біздің, мысалы, ең бірінші оператор Қазақстанның Қастеев қой, негізі. Қастеев сол кісі, мысалы, бірінші оператор болған Қазақтан, потому что ол суретші. Ол глубинамен жұмыс істей алады. И суретші болып та оператор болуға болады, мысалы. Шектеу ғой, бәрінікі шектеу. Ой, мен істей алмаймын, құлақ қалам, сын қалам, или біреу келеді да, біреудің 3 копейки мнениясын тыңдайды. Мысалы, ондай адамдарды вообще тыңдамай қойған дұрыс. Сол сияқты бір коммуницировать ету, мысалы, ертең Құдай қалап, осы подкасттың жақсы болып кетіп жатса, мысалы, мастер-класстар ашсаң, мен смело келіп, мысалы, әр оқырманыңа түсіндіруге ерінбеймін. Айбектен жақсы бір уәдесін алдық, Құдай қаласа. Айбек, соңғы сұрақ, жалпы Қазақстанда осы сенің именно қазір айналысып жатқан нишаңда клип, коммерция, сериал қанша қаражатта болады айына? Плюс-минус диапазон. Камераң жоқ, ешнәрсең жоқ, жаңағыдай творчествомен ғана түсіре аласың. Өтірік айтпасам, бір 2,5 миллионға табуға болады. Минимум. Минимум. Иә, потому что сен 10 смена шықтым деген,
қазақстанда жақсы көретін ісіңнің арқасында грубо $5,000 табу реально минимально. То есть егер жақсы көретін ісіңмен до конца айналыссаң, среднем бір $10,000 дейін шығуға болады. Факт, Факт бар. Все. Мінекей, достар, осылай бізде бүгін қонақта болған Айбек Сатылған, оператор-постановщик, енді Құдай қаласа кино оператор есебінде сені бұйырса естик, солай күтеміз. Құдай қаласа. Рахмет. Саған рахмет. Абдышы брат.